Кеш жарық құрметті көрермен, эфирде менің өмірім бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Бүгін бізде қонақта көпшіліктің құрметіне, алғысына ие болып жүрген массажист қыздарымыз Арай Жүнісова қонақта. Арай, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Бізге қалай жеттіңіз? Халыққа керек адамсыз. Біздің бағдарлама арқылы халық сізді танып, біліп жатса, бізде қуанамыз. Себебі енді қазақ елінде де, басқа жерде де қызмет етіп жүрген жайыңыз бар, алып жатқан біліміңіз бар дегендей. Сол білімді, сол қызметті елге паш ету сізбен біздің міндетіміз деп ойлаймын. Олай болса, әңгімемізді бастасақ. Қош көрдік. Өте керемет көңіл күймен келдім. Таңертең тұрғаннан бір жүрегімде бір қуаныш сезім болды. Сөйтіп осы жерге сіздерге келіп қалдық. Есімім Арай. Алматы облысында Еңбекші Қазақ ауданында туылып өстім. Бірінші класстан бастап осы Алматыдан келе жатырмын. 86-та бірінші классқа келдім. Содан бері Алматыда туып өсіп, осы жерде жұмыс жасап келе жатқан жайымыз бар. Тамаша. Енді сізді сұхбатқа шақырып отырған себебіміз сіздің бастан аяқ білейік деп отырмыз. Жалпы әр адамның ашылмаған сыры болады, жасырынған жыры болады дейді. Енді сіз бізбен бүгін сырық бұянызбен бөлісіп, шынайы сұхбат беруге дайынсыз ғой демеге? Дайынбыз. Жасырып қалмайсыз? Ешқайсысын. Өзіңіз қай жылғы боласыз? Жалпы айтып өттіңіз, Алматы облысынан болам деп. Алматы қаласында еңбек етіп атқаныңызды айттыңыз. Бірақ өзіңізден бастасақ, қай жылғы боласыз? Жаңағыдай бұл жұмысты қалай бастадыңыз? Жалпы біз сізді массажист деп таныстырып жатырмыз. Оған дейін де сіздің жұмыстарыңыз болған ғой, массажист болғанша. Осы жайлы ақпарат бере кетсеңіз. Мен 1980 жылы, октябрьдің 22-сі күні өмірге келгем. 86 жылы Алматы қаласындағы бізде Байзақова Тимирязевада номер 9-шы мектеп-интернатта оқып өстім. 5-ші классқа дейін сол жерде оқыдым. Сол жерде, содан кейін 94-95 жылдар ол жерде нөмір 1-ші қазақ-түрік лицейі болды. КТЛ болды. КТЛді сол жерде оқып бітірдім. Бітіргеннен кейін мен оқуға тапсырамын деп жүрген кезде мен аяқ астынан алып қашты. Сөйтіп мен үйленіп кеттім. Тұрмыс құрдыңыз? Тұрмыс құрып кеттім. Содан кейін ол кезде бір 20 жасымда уже балалы болдым. Содан кейін мені бір белгісіз бір ауру болдым дейінші. Бір ауру кеп маған жабысты. Енді мен білмеймін, ол не жағдай болды. Оны врачтар да таппады. Енді емші-домшыға бармадық, бірақ енді бүткіл врачтарды Москвадан алдыртып тура диагнозын қойдыртқылары келді, бірақ қоя алмады. Ол қандай ауру? Қандай ауру екенін білмеймін. Босанғаннан кейін қызым 11 айлық болған. Аяқ астынан сондай бір не болды. Жаңағындай. Қалай деп айтсам болады? Денемнің бәрін су басып кетті да. Су басып кетті, ісініп кеттім да. И содан мен төсекте артып жаттым. Содан врачтарға келдік. Сразу мен онкологияға жіберді. Без операции неизбежно деген нәрсемен ауылдан. Енді ауылда врачтар диагноз қоя алмағаннан кейін мен Алматыға жібердім. Сөйтіп Алматыға келдім мен онкология центрға. Сол жерде маған операция жасалды. Операция салғаннан кейін сол жерде бір 3 ай өмірі қалған екен деп менған двойной доза химия салады. Сонымен енді операциядан ояна ма, оянбай ма деген нәрселер тағы да болды. Сөйтіп ояндым мен, әрең есімді жинап ояндым, өйткені енді 3 ай болса да өмір сүрсін деп маған бір двойной доза химия салған екен. Уже оянған кезімде уже сразу жаңағы шаштарым, кірпіктерім, теріме дейін деп айтайықшы, бәрі түсіп бастады. Содан кейін барып, уже врачтар не істерлерін білмеді. Содан мен жаттым, сосын айтты, енді үйіне шығарып берейік, бір 3 айдан кейін өледі, 3 айға дейін енді қызының қасында болсын деген ойлары бопты, енді врачтардың айтуы бойынша кейін. Содан кейін 3 ай уақыт өтті, мен арықтап жаттым, 25 килограммға дейін арықтадым, мен больницадан солай шықтым. 60 соя болды, соя 60-қа түсіп кетті, бір нәрсе болып жатыр организмде, бірақ ешкім таппады. Содан кейін енді әкем жаңағыдай мен үйленердің алдында 1 жыл бұрын қайтқан еді, мамам болды, мамам үйдегі бүткіл дүниені, жаңа әкемізден қалған барлық затты сатып, менің дәріме жұмсап бастады. Москвадан профессорлар келді, барлық нәрселер келді, бірақ ешқандай диагноз қоймайды, айтатын бір-ақ ауыз сөз болды, 2-3 ай өмірі қалды деген осы нәрсе ғана болды. Сонымен сол кездерде бір қызық нәрсе, жастық па енді білмеймін, бірақ менің өлетініме бәрі сенді, мен өзімнің өлетініме сенбедім. Почему-то ішімде бір басқа нәрсе болды, өлмейтін сияқты болдым, как будто қызымды үйлендіретін сияқты болдым. Вот осындай бір
қиял ма арман ба осының жетегінде жаттым. Бірақ келген адамның бәрі өлесінге де туыстар уже шарасыз болды. Бәрі мен онкологияның сыртында күтіп жатты. Бәрінің арманы бір емшіге әйтеуір мен орнынан тұрғызу болды. Бәрі емші алып келеді. Бірақ почему-то емшіні қабылдамадым. Өйткені мен емшілерге сенбедім бе екен, білмеймін, ол да балалық ба екен білмеймін. Бірақ енді КТЛ-да оқып шыққаннан кейін ол жерде біз дінді конкретно оқып шықтық деп айтсам болады. Нақты. Иә, нақты дінді оқып шықтық. Содан кейін маған как-то емшілер көмектеспейтін сияқты болды. Мен өзіме бір көмектесетін сияқты, маған бір сырттан бір көмек келетін сияқты болып. Өзіммен өзім жаттым сол жерде. Сөйтіп жаттым, 3 айдан кейін мені уже онкология отрицательный келді. 3 ай уақыт өткеннен кейін, потому что 3 айда өледі деген өлмей қалдық. Былай жатқан кезде. Сөйткеннен кейін онкология отрицательный деген нәрсе келді бұл жерде. Сөйтті да мені бұлар не істерлерін білмеді. Қазақша айтқан кезде қарға қарғаның көзін шықмайын деп, менен инвалид жасап қойды ғой олар. Ошибочно не жасап қой, қателік. Дәрігерлердің қателігінен. Сіз мүгедек болып қалдыңыз. Сөйтіп маған бұлар не жасады, операция жасады, не істерлерін білмеді. Ана организм кетіп жатыр, химия салып тастаған, теріс қарай кетіп баратыр, 25 килограмм арықтағым, соя өзгермеген. Сөйтіп бұлар мені ақырын алады, туберкулезный больницаға жібереді. По-моему, подозревается туберкулез деген. Енді көп диагноздар болады. Сөйтіп деген мамамдар не істейді, мен алып туберкулезный больницаға алып барады. Туберкулезный больницаға алып барғаннан кейін олар сразу маған манту салады. Бір есімді білем, бір білмеймін, 25 килограммсың, тамақ ішпегенсің деген сияқты. Сол кезде бір біліп естіп қалғанымды білем. Ана 2-3 күннен кейін келіп мантуды өлшеген кезде, мантуда істеген жоқ, бұл қызда туберкулез да жоқ деген сөзді білем. Бірақ әйтеуір бір есім жинасам, маған туберкулездің дәрілерін беріп жатыр да бұлар. Өйткені туберкулезный больницада жатырмын мен. Үстінде открытый форма, астында закрытый, мен костный отделение жатырмын. Енді жұқпайды деп алып келді. Жатырмыз, ештеңке істемейдік. Сонымен сол жерде дәрілерді ішпесіме амал жоқ, потому что мен туберкулездердің арасында жатырмын ғой. Маған жұқып кетпесін деп врачтар келіп маған береді таңертең. Қай больницада жатырсыз? Талғарға ауыстырды мені. Мен бірінші онкологияда жаттым. Жаңағы онкология отрицательный болғаннан кейін врачтар мені Талғарға ауыстырды. Талғардың ауруханасына ауыстырды. Туберкулезный больницаға ауыстырды сол жерден. Сол жерде жаттым, сол жерде маған врачтар айтты: "Мына дәрілерді ішпесең болмайды. Мына жерде туберкулездер жатыр, саған жұғады. Сенде туберкулез бар болғандықтан осы жерде жатсың" деді. Бірақ мен құлағым шалып қалғанын білем, у нее туберкулеза нету деп айтып жатқанда врачтар, енді дұрыс сөйлейді, врачтың бәрі 2000 жылдары. Сөйтіп мен сені ойлаймын да, қалай менде не онкология жоқ болса, не туберкулез жоқ болса, не үшін жатырмын деген сұрақтар пайда бола бастайды менде. Бірақ енді ешкімге ештеңе айта алмайсың, потому что төсек тартып жатсың. Төсек тартып жатсың, тұрып кете алмайсың, тұрып кетейін сен 25 килограммсың. Тамақ ішпейсің, системада жатырмын. Сөйтіп деген өз-өзіммен алысып жаттым. Не үшін жатырмын мен бұл жерде? Бұл не ауру маған жабысқан? Не көп деген сұрақтарым болды. Бірақ соның арасында врачтар келіп айтады: "Анау мынау енді көп, бәрі енді таппай жатыр." Шын айтқан кезде енді ол врачтардың қателігінен басында операция жасап қойды да, енді бірдеңке жасау керек қой енді. Жасай алмай жатыр, келістіре алмай жатыр. Өліп кетейін десе, өліп қалды деп айтайын десе, мен де өлмей жатырмын. Мен де өлмей жатырмын. Сонымен енді общем, енді өмірге деген нем қатты болған бе екен, күрестім бе екен деп ойлаймын. Енді қазір ойлап жатырмыз, 20 жастамыз, білмейміз ғой. Сөйтіп жаттым, табаны күректей 1 жыл жаттым мен больницада. Ешқандай өзгеріс болмады. Ешқандай өзгеріс болмады. Одан ары кері кеттім. Потому что бір күні қарасам, кері кеткенді де білмеймін. Бір күні туған бауырым келген екен, менің халімді сұрап. Сол кезде қасымда қыздарға бүйтіп айттым: "Или мен мынамен интернатта бірге оқығам, или мына кісі менің танысым" дедім. Сол кезде інім жылап жіберген кезде, мен ғой деген кезде мен білдім менің памятім кетіп қалған. Менде память кеткен екен. Өйткені дәрілердің бәрі память кетіреді. Содан кейін бастап мен ақырын уже сұрай бастадым: "Мына память орнына келтіретін нәрсе керек, анау мынау" деп. Сол кезде маған бір кісі айтты: "Мына кілтті аласың" деді, "мына жерге тығып қоясың, сен 2 сағаттан кейін барасың да кілт мына жерде" деп айтасың. Өз-өзіңе деді. Осылай ғана деді. Басқалай нәрсе жоқ деді. Сөйтіп бір 6 ай уақытым кетті, если честно, кәдімгі есімді жинау үшін. 6 ай уақытым кетті. Сөйтіп жүрдім. Содан кейін барып, жаңа операцияда болған кезде полный катетерде жаттым. Катетерде жаттым. Енді былайша айтқан кезде қандай состояние болғанды онша не помню. Бір білемін, есімді бір білмеймін. Кейін тұрған кезде сол катетердің да бүткіл жатқаннан кейін бұлшықеттің бәрі босап кеткен. Ананың бәрінің бітуі өте қиын болды. Ол нәрсені де сұрадым жаңа гинеколог врачтан. Осылай зарядкалар жасайсың, оны да жасадым. Оған да бір 6 ай уақытым кетті. Сөйтіп жүрген кезде бір гинеколог кісі маған келеді, айтады: "Арай, сенен онкология да табылмады, туберкулез да табылмады. Білмеймін, сен бір жерде не үшін жатсың? Бірақ факт, что сенде бірдеңке бар, сенде бір глубокий стресс бар, бір нәрсе бар. Сен бекерден бекер мына жерде жатсың. Сені тұрғызайық аяқтан" деп сол кісі айтады маған. Содан тұрғызатын мен аяқтан. Мен тұрғызған кезімде уже қарасам, мынау ішқұрылыстың бәрінен тіккен кезде, енді бұл жерде тағы да врачтардың қателігі деп айтам ба, енді мен білмеймін. Бірақ енді өледі дегендіктен мені моргтағы сияқты тіккен.
негізінде моргтағы сияқты тіккен, ол шоқтар әлі жазылмаған, енді қатты грубый тіккен. И сол кезде ана кісімен аяқтан тұрғызған кезде бүйтіп ішімді ұстап, былай еңкейіп қалған екен уже, білмейсің ғой, енді 1 жылдан кейін тұрып тұрмын. Бүйтіп көтерілсем, ішімнің бәрі жыртылатын сияқты болады. Сосын ана кісіге айтам, менің ішім бәрі жыртылып жатыр, мен осы жата берейін деп. Сол кезде сол кісі айтты маған, ішіңнің бәрі спайка болып кеткен деп. Осы нәрседен жаңағыдай жазсаң, сен тұрасың деп. Ана нәрсе енді ауырған кезде енді нереально. Бір екі жігіт екі жағымнан бүйтіп алып, мен жаңағыдай массаж жасайтын жерге алып барады. Сөйтіп сол кісі менің шықылысыма массаж жасап бастайды. Содан кейін барып, мен уже тамақ ішкім келді. 1-2 күннен кейін қатты ауырды, жыладық, шыңғырдық, жан-жақтың бәрін. И содан кейін барып, 1-2 күннен кейін қарасам, кәдімгідей менің андай жүргім келген, тамақ ішкім келгенін сезіп бастадым. Тамақ ішіп жатырмын ба білмеймін. Медсестралар келіп, әйтеуір ішкізіп кетеді. Қалған кезде системада жатамын. И сол массажды алып бастағаннан кейін, мен как тамақ ішкім келгенін сезіп бастадым. Шықылыстарыма бір нәрсе, тәбетім ашылып, бүйтіп. Сөйтіп сол кісі ерінбей, маған күнде шыңғыртып сөйтіп массаж жасайтын еді. Наның бәрі жабысып қалған, Арай сен жастың, сен 20 жастасың, қалай үйде 11 айлық қызың бар деп сол кісі жаңағы маған сөйтіп айтқаннан кейін, сөйтіп өзі ерінбей соны жасады. Жасағаннан кейін мен жаяқтан тұрып бастадым. Тұрып бастағаннан кейін сол кезде ойладым, бұл бүткіл Москвадан алдырттық, бүткіл нені, мамандарды. Мына жерде қанша мамандар жүр, қанша онкология, ауылдың адамдары, например, ауылдың врачтары қанша қарады енді. Ешқайсы қоя алмаған кезде, мына кісі массаж жасап, мені қалай аяқтан тұрғызды деген нәрсе маған өте қызық болды да. Өкізде 20 жастамын, сөйтіп деген жаңағыда айтам, түптің түбінде осыны бір зерттеймін дедім да. Бұл не нәрсе мені аяққа тұрғызған деп. Сөйтіп жаңағы жерден больницадан шығу керек болды, анда аяққа тұрғаннан кейін жіберейін деді. Сол кезде полный анализ тапсырдым. Ешқандай өзгеріс жоқ. Соя 60 әлі күнге дейін сондай болып тұр. Ешқандай килограмм қоспағам, 25 килограмм болып тұрмын. Сөйтіп бұлар енді не істейді, жіберейін десе, ана уже қоғамға ілесе алмайсың. Өйткені енді врачебный ошибкадан болғаннан жібере алмайды. Сөйтіп бұлар маған пожизненный инвалидность береді. Өмір бақилық мүгедектіксіз. Өмір бақилық мүгедексіз, сіз көпшіліктің ортасына шыға алмайсыз. Сізде подозревается туберкулез, онкология, біз білмейміз дейді. Сіз шыға алмайсыз, пока мүгедектік алып үйде отырасыз деген мынандай қағазбен, маған ФТЭК-тің қағазымен бұлар мені жаңағы өзімнің ауылыма, ауданға ФТЭК-ке жібереді. Сөйтіп қағаздың бәрін жинап үйге келем, өстіп мамамдарға айтам, осындай жағдай болды, анау мына. Енді мамамдар бәрі біліп отыр. Сосын мамам айтады, жарайды, енді Құдайдың басқа сағаны, барайық ФТЭК-ке деп, сонымен қағазды алып, жаңа ФТЭК-ке барамыз, өзім арықпын, 25 килограмм. ФТЭК-те. Сол кезде мен инвалид деген адамдарды көрдім. Адамдар коляскада отырады екен. Енді жаспыз ғой, ондайға мән бермегенбіз да, видимо. Адамдар коляскада отырады екен. Адамдардың қолдары жоқ, жынды, былай. Сондай да, енді инвалидтерді көрдім ана жерде. Бәрі пенсияларына өтейін деп сол жерде отыр екен. Сол кезде сол адамдарға қарап айттым, мен инвалид емес екенмін дедім. Менің аяқ қолым сау, денім сау, көзім қара. Қалай дедім, мен ары кетсе 25 килограмм шығармын деймін да, мамам айтам. 25 килограмм шығармын, шашым түсіп қалған шығар деймін да. Бірақ мен денім сау, мен жұмыс істеуге жараймын ғой деймін да, мен инвалид емеспін. Деп сол жерде қырғынды салдым, короче. Сөйтіп ол кісілер мені кіргізді, мені күтіп алды ана жерде. Бәрі хабардар мені келетқанынан, врачтардың бәрі. О жылдарда әлі білем. Өйткені инвалид болған кезде жаңағында инвалидность алу үшін де ақша беретін еді адамдарға. Не істейміз? Өйткені өзім солардың арасында жаттым ғой. Мен өте алмай жүрмін, мен 3 ай сайын келіп көп нәрсе не істеймін. Ол кезде мен оның парқына бармадым да, басымнан өтпегеннен кейін. Сол кезде білдім. Шын инвалидтер отыр сол жерде очередьте. Жоқ, мен инвалид емеспін дедім. Мен бұл қағазға қол қоймаймын дедім. Сөйтіп аналар маған жалынды. Хотя 3 ай алыңыз деді. Жоқ, алмаймын дедім. 6 ай алыңыз, сіз жазылып кетесіз деп. Мен жаспын ғой, мен алдап жатыр. Бірақ почему-то ішімнен инвалид емес екенімді сездім мен. Жоқ, бүйтіңіз, сізге дәріге ақша керек, анаған ақша керек, анаған деп сонымен ойшым көп әңгімелер болды. Сол жерде айттым, өліп кетсем өзім жауап берем дедім. Мен үшін ешқандай әуре болмаңыздар дедім. Мен мына нәрсені алмаймын деп сонымен ойшым сол жерде қасарысып тұрдым. Сол кезде жаңағы бастығы келіп маған айтты, онда сіз қолхат жазып бересіз. Қолхат жазып беру үшін сіз қайтадан барып онкология, туберкулезный деген больницалардан бізге анализдеріңізді алып келесіз. Біз онсыз жібере алмаймыз деді. Сол қайда баруым керек дедім. Осындай деді. Сол кезде енді бұлар айланып келген кезде маған айтты, сен по-любому деді, бәрібір сіз инвалидность аласыз, өйткені сіздің мынандай немен дейді, анализбен сіздің бүйрегіңіз тесік, как минимум дейді. Өздері бетіме қарап айтып отыр. Сосын айттым, бүйректің тесік емес екен жерін қайдан білуге болады дедім. Осындай жерге барасыз, анализ тапсырасыз деді. Сосын мамам айттым, мамам сен тып-тыныш тұра тұр, мен барам. Енді мен кішкентайымнан Алматыда оқығам, кішкене шустрый болдым. Сөйтіп барып тапсырдым. Сол кезде диагнозы шықпай тұрып ана кісі айтты, мынандай нәрсемен сенің бүйрегің тесік емес деді.
соған сеніп алдым, жаттым, 1-2 күннен кейін барып алып келіп аналарға бердім. Алар таң қалды. Бүйрегім тесік емес. Өйткені өзім біліп тұрмын, бүйрегім тесік емес та. Өйткені дәретке барам, тұрам, бәрі нормально менде. Деп сөйтіп бардым. Содан бұлар не істерін білмеді. Инвалидность бермейін десе, мен қазір бүйтіп қағаздың ұшын түртейін десем, анау ауылда отырып маған ошибочно ауыр аяқсың деген адамнан бастап кетейін деп тұр да. Енді соның бәрі енді бүйтіп тұр, ана жақта онкологияға келді, қате не жасалды, операция жасалды, туберкулезный да құрдан босқа дәрі ішіп атын, бәрі көтерілейін деп тұр. Содан кейін қолхат жазып бердім. Ешкімге ешқандай нем жоқ, просто маған инвалидность бермей босатыңдар деп келдім. Сөйтіп, сол кезде жаңа туберкулезный больницаға барған кезімде бір кісі Москвада оқып жатқан екен, мені көре алмаған екен, бірақ біліп отқан екен, хабардар болып. Сол кезде сол кісі маған айтты: Арай деді, бәрін бастан аяқ сотқа бер деді. Түгел деді. Мына жерде үлкен қателік кеткен деді. Сөйтіп ана қағаздың бәрін жинап берді. Ол кісі де сөйтіп келіп мамама келдім. Мама, ана бәрі қарыз болып кеткенбіз ғой енді. Бүткіл елге қарыз болып кеткенбіз. Қарыз елдің бәрі есікті қағады, электрик жоқ, бүткіл дүниені мен дәрмен сатып жүрген мамамдар. Сөйтіп отырсам айтып, мама, мен сендерді құтқаратын нәрсе әкелдім. Короче, мына жерде елдерді сотқа берсек болады деп. Сол кезде мамам айтты: бір аяғың көрде, бір аяғың жерде тұрып елмен алыспа деді. Бұл да бір Құдайдың ісі шығар деді да. Тура осылайынан ғой, Құдай өзі құтқарады деді. Тура осылай айтты. Содан ары ойландық, енді беріп тастау керек. Адамдардың бәрі келіп сұрап жатыр. Өгіз андай заман $100 алсаң $200 бересің да. $300 алсаң $600 бересің. Ана өсіп кете береді да. Сөйтіп айтамыз, үйттік, бүйттік, сонымен жарайды дедік, жаптық. Сол кезде мамам айтты: сен инвалид емеспін деп шырылдадың ғой, енді жұмыс істе деген нәрсеге келді. Содан бопты деп 25 килограмма қарамадым, шаштың түсікпағанына да қарамадым, білекті сыбанып Алматыға жұмысқа келдім. Енді КТЛ-ді бітіріп шыққам, КТЛ-да өте жақсы оқыдым, мен олимпиадаларға бардым, жарыстарға барып жүрдім. Сөйтіп сол жерде мұғалімдер мені жақсы білетін еді. Сол кезде мені жұмысқа алды бұл кісілер. Сразу кел деді. Түрімді қарап шошып кетті. Енді әке-шешемді бәрін таныды. Енді 6 жыл бойы оқыдым мен оларда. Әке-шешемді бәрін таныды, әкемнің өмірінен өтіп кеткенін де білді, жағдайымды бәрін біліп отырды. Келгеннен кейін мен сразу жұмысқа алды. Енді ол кезде ең күшті зарплата $100. Ол кезде квартираның 3000 теңге кезімі сондай. Сөйтіп сол кісілерге жұмыс істеп бастадым. Жұмыс істеп бастадым. Ана қарыздардан құтылу мүмкін емес. Жан-жақтан не істеп жатыр. Содан кейін 1 ай ма 2 ай ма істедім. Өзімнің жаңағы тілді оқып шыққаннан кейін ағылшын тілі, түрік тілі, араб тілдерін оқып шықтым сол жерден. Сол нәрсемен 1-2 ай ғана жұмыс істедім. 2 айдан кейін мен ана қарыздардан ол $100 мен құтылмайтынымды білдім. Потому что қатты не істеді. Өйткені бауырларымның бәрі дипломдарын тастап, бәрі өгіз андай еді ғой. Қандай еді? Бартер дейтін еді ғой, бір жұмыс істеп береді, орнына продукты береді деген бір замандар болды ғой. Сондай кез еді. Ақша жоқ еді. Сөйтіп келіп, содан кейін бастап сұрап бастадым. Бұл нәрсенің бәрі менің кесірімнен болды. Енді мен ауырғаннан болды ғой, кесірімнен емес, менің ауырғаннан болды. Бұны қалай істеуге болады? Всегда өзіме сұрақ қойып жүретін едім да. Ана бос уақытта бүйтіп кішкене демалып алайын деген нәрсе болмады. Қалай мына нәрсені орнатуға болады? Қалай неге мен бәленбай тілді оқып, мен аяқ астынан осындай нәрсеге душар болдым деген менде көп бір сұрақтарым көп еді да. Сөйтіп жүрген кезде маған біреу айтады: ақшаның көбі барахолкада дейді. Барахолкаға барасың, сол жерге сауда істейсің, сөйтіп құтыласың қарызыңнан дейді. Сенде басқа вариант жоқ дейді. Бәленбай тілді үйреніп алған адам барахолкаға барып жұмыс істеу өте қиын. Енді мен үшін қиын болды. Мен үшін өте қиын болды. Бардық барахолкаға. Таныстарым бәрі барахолкадан киінетін кездер көріп қалады. Арай сен жоғарыда отырады деп ойласа, сен барахолкада жүрсің бе? Тура сол күні жабам. Жоқ, мен істемеймін бұл жерде деймін да. Мен кетуім керек деп. Күнде келем, ана жақта қарыз қысып баратыр, ана жақта андай сөйтіп істеймін, короче. Істеп жүріп, барахолкада жұмысты бастап жүріп. Қанша уақыт жұмыс істедіңіз барахолкада? 10 жылда істегенше. Не саттыңыз? Ол кезде мен не саттым? Қытаймен екі ортада сауда істедім. Аяқ киім саттым. Оптовый точкаларым болды. Сол жерге келген кезде енді Құдай нәсібем сол жерін жазып қойған екен. Действительно мен сол жерден қарыздан құтылдым. Мен сол жерден неге, қалай деп айтсам, Японияға машина заказ бердім. Сол кезде 25 жасымда басталды. Бұл нәрсе 20 жасымда басталды. 22 жасымда айдың кішкене бүйтіп алдым. 3 жылдың ішінде бүткіл нәрсені орнына қойдым. Өйткені қарыз деген нәрсе болды басымызда. Кәдімгідей мамамның пенсиясының өзін жеуге дәтіміз шыдамайтын уақыт болды. Ел қарызын сұрап келсе, бірдеңке жеп отқанда мамам ұялатын еді. Мына нәрсені жеп отырмыз, елге қарызбыз деп. Сол нәрсе мені шыңдады десем болады. Бүткіл үйренген тілді де бәрін итеріп қойдық да, жаңағы барахолкада, сырт тастап бәрін, жаңағы барахолкада жұмыс істеп жүріп, сол нәрсенің бәрінен естегеннен кейін Қытайға товар заказ беріп жүргеннен кейін мен Қытайға баратын болдым. Қытайға барған кезімде жаңағы гостиница жатқан кезде китаянкалар келеді. Массаж надо деп. Енді біздің орысша білетіміз бе, қытайша білмейтініміз біледі ғой, тура өсті айтады. Қызық тілдер. Кіргізіп жасаған кезде жаңағы нәрсе есіме түсті. Мен осы үшін келген екем ғой Қытайға дедім. Кезінде осы массажды зерттеймін деп едім мен. Дедім да аяқтан тұрғанда. Содан бастап Қытайда оқып бастадым мен.
мен барам, товарға заказ беріп қоям, и сол жерден китаянкалардан үйреніп аламын. Ананы басқанда, значит, маған мынандай нәрсе істелген деп осыны зерттеп бастадым. И ананың тілін, көзін тауып алғаннан кейін маған қызық болды. Ылғи барған сайын соларға массаж аламын, ананы сұраймын, ана жерге барамын, бір оқу болады дейді, барасың ана. Мен ойлағанмын, Қытайға жан-жаққа шыққан кезде бәрі ағылшынша сөйлейді екен деп. Қытайлар сөйлемейді ағылшынша, білмейді олар. Олар калькулятормен ғана тың-тың-тың. Это надо тебе дейді, болды, табармен ғана сөйлеседі. Жаңағындай массаж жасап жүргендердің өздері жаңағындай жоғарғы оқу оқымаған, оларға ағылшын деген дым қызық емес екен, сол кезде білдім ағылшын дым қызық емес екен. И сөйтіп жаңағы китаянка болып, анау болып, әйтеуір ағылшыннан қарап жүріп, нелердің сөздерін сөйтіп біраз нәрсені үйреніп алдым солардан. Сол кезде бір немен Қытаймен сөйлесіп қалған кезімде сол айтты. Сенің деді, саған массаж жасаған кезде сенімен энергия обмен болған бір адам деді. Сенің энергияң түсіп кеткен, энергиясы мықты адам келгенде сенімен өзімен энергиясымен бөліскен деді. Ол жерде басқа ештеңе болмаған деді. Осы нәрсе сені аяққа тұрғызған. Сөйткенде сенің қан айланымыңда реттелген, бәрі реттелген осындай болған. Мен саған мынандай түрін үйретейін деп сөйтіп от массажы дегенде бар, біз жасап жүрген. Банка, анау, гуаша деген нәрсенің бәрін бұл маған жасайды. И сол маған ұнақ болады, короче. Барған сайын алам келем, сөйтіп жүрем, келгеннен кейін осы адамдарға жасап бастадым. Жасасам бәрі артымнан қалмайды, жасағым келмейді, ақшаң бар. Не істейсің адам емдеп деген сияқты нәрсе бар. Жаспын ол кезде. Ар жүрем, бер жүрем, бірақ анау адамдарды көшеден көрген кезде біліп тұрам қай жерінің ауырған. Білен, ағам былай істесең, күшті болады деген ой келеді да ішімнен. Бірақ істемеймін. Сөйтіп жүріп, бұл менің ішімдегі неше жыл зерттеген нәрсемді осы карантин алып шықты десем болады. Карантин кезінде адамдар қатты қорқыныш болды. Қатты бір қалай деп айтсам болады, ауыздары дәм сезбей қалды, мұрындары иіс сезбей қалды. Неден де жаңағы телефоннан, телевизордан көріп атты адамдардың өліп атқан қатты бір страх болды ғой, қорқыныш. И сол кезде почему-то маған осы нәрсені жасау керек деген нәрсе жүректен келеді дейді ғой. Адамдарға көмектесу керек демек. Жүректен келді. И бардым, келген адамдарға жасап бастадым. И сразу ауыздары дәм сезіп бастады, жаңағыдай мұрындары иіс сезіп бастады. Адамдардың қуанғанын көрген кезде мен осының адамы екенмін деген нәрсе келді. И содан тоқтамай жұмыс. Енді карантинге ол 2-3 жыл болды. Ал сіздің массажбен айналысып жүргеніңізге 20 жылдай болды, Зерттеп жүргеніме 20 жылдай болды. Зерттеп жүргеніңізге. Зерттеп жүрмін, ауырған адамдарға жасаймын, сосын ақырын қашып кетемін. Сосын олар мені іздеп жүреді да. Анау биткен кезде сөйтіп еді деп. Бірақ зерттеп жүрмін, адамдарға ауырған адамдар жасап көремін, ол жақсы болады, сенен значит мынау деп. Зерттеп жүрмін, негізі 2017-де полный кірістім. Бұрындар массаж жасайтын адамдарға барам, сосын олар адам жоқ, анау аренда шықпай жатыр деген кезде көзі мен сауда жасаймын ғой. Сосын аламда соның арендасын төлеп кетемін. Мына нәрсені жаппаңдар, бұл өте күшті нәрсе. Олар түсінбейді менің ішінде не жатқанын. Сөйтіп айтамын, сөйтіп 2-3 андай таныстарым болды. Солардың арендасын төлеп кетемін. Ешқашан ақша да сұрамаймын, олардан факшан жабылмаса екен деп ойлаймын да. Бірақ ішкі нәрсені айтқым келмейді. Сөйтіп жүріп 2017-де өзім жасап бастадым. Сол кезде орыстар көбінесе айтатын еді. Арай, у тебя золотые руки деп, у меня вот так было деп орыстар айтып бастайтын еді. Содан кейін ақырын қашып кетемін орыстардың. Артымнан қалмайды бәрі. Сөйтіп осы массаж әлеміне келдіңіз бір сөзбен айтқанда. Сөйтіп 2019-да жаңа карантин басталған кезде сөйтіп осы массажға келіп, адамдардың қуанышын көрген кезде массаж әлемі деген нәрсе шықты. 1600-дей шәкірт тәрбиелепсіз. Сол 3 жылдың ішінде келген шәкірттер ме бұның барлығы? Оның алдында да көп адамдарға үйретіп жүрдім. Өйткені көп адамдарға үйретіп жүрдім де, қалай айтсам болады, реклама ештеңке салмадым. Өздері қызыққан адамдарды шақырып алам, үйретіп жүрдім. Мен деген нақты үйретіп бастаған себебім, өйткені карантин кезінде мен ғана болып қалдым. Мен таңғы сағат 4-5-тен түнгі сағат 2-3-ге дейін жұмыс жасаған кезім болды. Өйткені адамдар келіп отырады, бәрі көмек сұрап, мен жалғыз тастап кете алмаймын. Сосын айтамын, арасында шығамын, бір шыны қара шай сіміріп аламын да, жасай бердім. Жасаған адамдар орындарынан тұрып атқаннан адамдар кетпейді. Сөйтіп отқан кезінде қасында бір үйреніп жүрген 1-2 қыз бар еді. Сол 2 қызға айттым, сендер былай істейсіңдер дедім. Мен мынаны қоямын, мен жасаймын, сендер менің артымнан қайталайсыңдар дедім да. Бірақ енді жауапкершілік менде. Адамдардың бәрі маған келіп тұр. Бола ма, болмай ма деген нәрсе тағы бар. Сөйтіп екеуіне жасатамын. Сөйтіп арасындағы банк, анау дегеннің бәрін өзім қойып жіберемін арасында. Сөйтіп жасап кішкене жеңілдік алып бастадым. Содан кейін барып қарасам, ана қыздарда емдегендер тұрып жатыр, мен емдегенде тұрып жатыр, анау емдегенде тұрып жатыр. Содан кейін бастап мен мынаны үйретейін дедім да. Өйткені Алматыда үйретуге болады екен демек. Үйретуге болады, бұны мен ғана істемейді екен, бұны елдің бәрі істей алады екен деген бір ойға келіп, сол 2 қызға үйретіп бастадым. Кейін Алматы қаласына келе алмаймыз, біз не істейміз деген адамдарға басқа қаланың жаңағы нелерін шақырып, сондай желающий адамдарын
қалау мықты адамдар бар, сонда жасағылар келетін, сол адамдарды шақырып үйрететін болдым. Бұл нәрсе әр қалада ашылса, адамдар сандалып Алматыға келмейтін еді мен іздеп деген нәрсе болды. Өйткені итақта өздері ауырып жүр, адамдары ары бері бір әуреге салғым келмеді. Әрқайсысы үйреніп алса, хотя бы үй ішіне, хотя бы сол ауданның адамына жасаса деген ниетпен бұл оқыту несі курсы ашылып кетті. Енді сіз осы массаж арқылы ауруыңыздан құлан таза емделдіңіз десек болады, ал сол сәтте жолдасыңыз қайда болды? Жолдасым ол кезде, енді мен 20 жастамын, ол 25 жастағы жігіт. Былай ойлап қарасам, енді әйелің 3 айдан кейін өледі десе, қандай да бір 25 жастағы жігітке ол шок болатын еді. Кейде шок болды, енді ол кезде қалай деп айтсам, тағдырдың бізге бір күшті бір сынағы келген еді, бірақ бірге алып өте алмадық. Өкінішке орай әркімнің өз таңдауы болды. Ол жігіт, енді қызымның әкесі өз таңдауын жасап кетті. Мен аурумен алыстым 1 жыл. Сөйтіп таңдауымыз 2 бөлек болды. Қазір қызының әкесі ретінде араласып тұрамыз, бірақ енді ары қарай адамның көңілі деген жаман ғой. Бір көңілі қалған нәрсе, ол қайтадан орнына келмейтінін екеуміз де әдемі түсіндік та 2 жаққа кеттік. Қазір ойлаймын да, сол кезде осы ауруды Құдай менің басыма бергеніне, менің бір ауруымды төкпейін деген шығар деп ойлаймын да қазір. Неге десеңіз, мен 20 жастамын, күйеуім 25 жаста ауырса, мен кетемін ғой жерден. Мен қарап отырмаймын ғой деймін да, енді 20 жастықпен мен кетіп қалатын едім. И жаңағы менің қызымның әкесі де тура сол нәрсе болды. 25 жас, тепсе темір үзетін кезінде көз алдына елестеткенше, енді примерно ауру әйелді өмір бақи бағып отырамын деген нәрсемен, жастықпен. Сөйтіп ол жігіт өз таңдауын жасады, мен өз таңдауын жасадым. Сол кезде ол кісі үйленіп кетті. Ол кісі кетті. Содан кейін біраз уақыттан кейін үйленді, өз өмірін сүріп кетті. Ал сіз тұрмыс құрмадыңыз әлі күнге дейін? Жоқ, құрмадым. Таңдауыңызды таппаған шығарсыз, Ол да мүмкін, бірақ енді именно менің өмірім қалай басталды, мен ауырып жатқан кезде бұл жігіт менен бас тартты дейікші, былай айтқан кезде. Сондай болып тұр ғой енді. Содан кейін екінші рет бұндай нәрсемен бетпе-бет келуді қаламадым деп айтайыншы. Потому что оңай нәрсе болмады маған. Өйткені деген өзің өліп баратсың, қызың кімнің қолында қалып баратыр білмейсің. Енді бауыр деген нәрсе ол өзімен өзі. Неше ағайындысыздар? 7-еуміз. 7-еуміз. Сол нәрсеге қайтадан бетпе-бет келгім келмеді. Одан кейін енді 100% айықтық, жаңағындай толығымен емделіп кеттім. Дегенмен де біз білмейміз. Өмірдің бізде қандай нәрсесі бар екен. Сондықтан бір қызды өмірге әкелгеннен кейін жауапкершілікпен сол қызды өмірінің жолына жақсылап салып кетейін деген оймен күйеуге шығып алдым. Қызыңыз қазір нешеде? Қызым қазір 22-де. 22-де. Тұрмыс құрды ма? Жоқ, құрған жоқ. Әлі оқып жатыр. Сізге қарап тұрсаңыз, өзіңіз 22-дегідей болып тұрсыз. Енді ол жаңағы массаждың, жалпы сіздің спортқа деген әуестігіңіз бар шығар? Иә, бар. Соның арқасы ғой, бұның барлығы. Дзюдоист болдым кезінде, спорт школада оқыдым, балуан шолақта. Сол нәрсе, сол кезде интернатта өскеннің бір несі деп ойлаймын, пайдасы. Өйткені режим ғой. Артық тамақ жоқ. Одан кейін спорт школа кезінде сондай артық тамақ жоқ, тәртіп бәрі. Как положено, ұйықтайтын кезде ұйықтайсың, тұратын кезде тұрасың деген сияқты. И сол нәрсе менің өмірімде қалды. Одан кейін көп ұзамай больницада тура сондай амал жоқ. Выборым өз шығар дедім, сондықтан режиммен кетемін. Негізі мамандығыңыз бойынша аудармашы да екенсіз. Аудармашымын. Ал аудармашы болып жұмыс жасадыңыз ба? Бағана неге келгенде Алматыға айтып кеттім, басында келген кезде бір 2 ай істеп көрдім, потому что ақшасынан, қарызынан құтыла алмайтынымды білгеннен кейін мамандығымды жауып қойдым. Түсінікті. Одан кейін ол жұмысқа қайтадан бет бұрмадыңыз? Бет бұрмадым. Бірақ өмірімде қатты қазір массаж зерттеп жүргеннен кейін бойымда бір артық энергияның барын сеземін, например. Американдықтар көп аударған ғой. Вот сол тілдер маған қазір қатты көмегін тигізіп жатыр. Сізде массаж жасағанда жалпы сіз айтып жатсыз, мен адамға қарап отырып, психология түрінде айтсақ та бола ма, әлде психолог деп айтсақ та бола ма сізді? Мен адамға қарап отырып, оның қай жері ауырып тұр, қай жерінде қандай ақау бар екенін жалпы сезіп тұрам дейсіз, Ол біз қалай айтсақ болады? Ол көріп келдік пе, әлде қалай? Жоқ, ол көріп келдік деп ойламаймын мен оны. Бұл нәрсе адам қай жағынан, адамның ішінде потенциал деген көп қой. Адам қай жағынан өзін дамытады, ол сол жағы ашылады деп ойлаймын. Өйткені мен денсаулықтың бүткіл ауруды деп айтайыншы, бүткіл ауру менде болған кезде кейін үйге бір врач келін болып түсіп қалып, мына аурудың бәрі сізде болған ба дейді. Айттым, мен білмеймін, сендердің коллегаларың осылай айтқан деймін да. Потому что бүткіл ауру подозрениеда болды ғой менде. И мені солай емдеді ғой врачтар.
И сонан кейін мен соны зерттеп бастағаннан кейін менің жаңағы қабілетім солай қарай ашылып кеткен сияқты. Адамдарды көрген кезде, келіп алдыма жата қалған кезде ұстағанда мен білем уже. Мына адамның мына жермен жұмыс жасасам бұл нормальный болады деген бір нәрсе. Бұл енді соны бір дамытып жүргеннен кейін шығар деп ойлаймын. Ол енді көріп келдік деп айта алмаймын, өйткені ештеңке көрмеймін, құлағыма да ешкім ештеңке сыбырламайды. Просто адам денесін бүйтіп ұстап қалған кезде сеземін. Бұл енді бір қасиет дейсің ғой, сондай Алла берген. Енді қазір массаж әлемі деген өзіңіздің жеке массаж орталығы бар, Ал ол жерде 50 аурудың емі бар дейді. Бұл қаншалықты рас, өз аузыңыздан естісек? Қараңыз, бұл 50 аурудың емі деген неден болады? 50 аурудың емі адамдардың бір қандай да бір жағдайда қалып қалған эмоциясынан деп айтайықшы, адам эмоциональный түрде адам қайғырады. Өйткені өзім қайғырып жатқан кезде сол аурудың бәрін түсіндім, ол эмоциядан екен. Енді бір күн анаған ренжідің, бір күн анаған ренжідің деген соның бәрі ана жүректегі қан тамырды қысады. Сөйтеді де мына жүрек жан-жақ органдарға өзіне керек қанды жібере алмай қалады. Сондықтан адамдар эмоциядан ауырады да, көбінесе біреуге реніштен, біреуге бірдеңке дегеннен, сондай нәрселерден. Сондықтан мен айтып отырмын ғой, мен адамдарға, жаңағы келген орталығыма келген адамдарға өзім ұстап диагноз қоямын. Диагноз қоямын да, сосын мамандарға айтамын. Мына адамдарды былай ғана жұмыс істейсің деп өзім эмоцияларын реттеп кеткеннен кейін, ол жерде 50 емес, одан да көп аурулардан емдеп тұрғызуға болады адамдар. Просто мен қазір эмоциямен көп жұмыс жасаймын адамдармен. Өйткені оны сен айт, жыла деген емес ол. Қай жерде эмоциядан бұлшықет қысылып тұр, сол жерде прикосновение болды. Бұлшықет қысылып тұр деген нәрсе, ол адам баласына сол бір өзіне тән бір махаббаттың жетіспей тұрғандығы ғана. Ол басқа нәрсе жоқ. Адамды от души былай бар жан тәнмен кіріп кетсең, ауруынан айықпайтын адам жоқ. Дұрыс айтасыз. Сондай. Біз сөйтіп емдейміз енді 50-ден астам ауруды. Ал сіздің жаңағы егерде жасырын болмаса, сізге барып ем қабылдау қанша болады? Қол жетімді ме? Қол жетімді жасап отырмыз, өйткені бұл карантин кезінде басталды. Біз 5 күн ем жасаймыз адамдарға. Ең азы? Ең азы 5 күн. 5 күн еміміз біздің 50 000 теңге. Соның ішіне барлық массаждың түрлерін кіргіздік. Отпен де жасауды кіргіздік, нүктелі массажда кіргіздік, банка қоюды, гуаша, таспен, жаңағыдай бұршақпен де емдейміз. Бұршақ деген нәрсе бұл кезінде ата-бабамыз ауырған кезде бір малдың сойып, соның терісіне адамдарды орап, жаңағыдай ауруларын аяқтырып кете берген кезінде. Сол нәрсені Қытайға барып бұршақ жасаған кезде айттым, бұның бәрі бізде болған ғой кезінде. Просто енді Қытайдар қағаз бетіне түсірген болып тұр енді. Атақ біздің ата-бабамыздан қалған нәрсе екен деген нәрсе тағы да келді зерттеп жүрген кезде. Өйткені олар гуаша деп тарайды адам денесін. Кезінде апам болды үйде, үлкен әжеміз. Сол кезде бізге көз тиіп қалды дейтін еді да, жаңа күміспен бүйтіп тазалап беретін еді бізді. Ол нәрсені де Қытайдан гуаша деген кезде айттым, бұл нәрсе де бізде болған. Сөйтіп соның бәрін айланып келген кезде бұл массаж деген нәрсе біздің ата-бабамыздан қалған нәрсе екен деген нәрсені түйіндеп алдым да, енді білмейтін жерлерін Қытайлардан көрдім, айланып келген кезде бәрін өзіміздің ата-бабамыз жасап кеткен екен. Енді Қытай нүктелі массаж деп жатыр ғой енді бәрі. Дегенмен де енді ол халық оны қағаз бетіне ғана түсірген. Атак біздің ата-бабамыздан келген нәрсе бұл. Кезінде ауырғанда күміспен тарады. Жаңағыдай малдың етін сойып теріге орады. Бүткіл нәрсені. Даже мына ненің өзі, не деуші еді, массаждың өзі негізінде біздің Хазіретті Фатима анамыздан қалған. Бұл негізі әу дегенде емдік болып табылған. Сондықтан бәрі айтады ғой, менің қолым емес, Бибатиманың қолы деген біздің Хазіретті Фатима анамыздан қалғанда. Осының бәрін зерттеп келіп, Қытайлар қағаз бетіне түсірген екен, біздің ата-бабамыздан келатқан нәрсе екен деп, осы нәрсенің, осы емнің бәрін 50 000 теңгенің ішіне кіргіздік, 5 күн бойы емдейміз. Түсінікті. Сізден емделіп шығып жатқан адам сан жоқ шығар, әлде қаншалықты адам емделіп шықты өзіңізден? Енді келген кезде көбісі мынандай, менде грыжа деп келеді адамдар, операция жасағаннан кейін төсек тартып жатып қалам ба деген, енді балдақпен немен келеді, бірақ ол жерде грыжа деген кезде қалай, ол деген белдегі бір 3 нүкте бар, 11, 16, 17 деген, именно нервный конечностьқа жауап беретін. Вот соны жақсылап басып, тура сол жерді тазалайтын болсаң, ол грыжа емес, адамдар нервтан да, өйткені қатты қорқыныш болды ғой мына карантин кезінде адамдарда. Одан бұрын болған шығар мүмкін. Именно сол жері жаңағындай слабый болғанда, сол жерден ұстап қалған адамдарды. Соның тілін дұрыстап табатын болсаң, ол грыжа болмауы да мүмкін.
протрузия, анау мынау деген нәрселер. Сондықтан жүре алмай келген адамдар грыжамыз деп келген кезде нүктелеріне анық түсіп емдейтін болсақ, yani талай адам емделді грыжадан деп айтайық. Сахар деп жүрген адамдар, оның бәрі шлак денеде тұрған. Шлакты босатқанда қалай болса адамдар, мына жерден хиджама салмадан бүйте сал деп болмайды. Бізде қолтық без деген бар, чат без деген бар. Тізенің артында лимфалар бар, тамырдың тоғысқан жерінде. Соның бәрін тазартып жіберген кезде адам сахардан да емделеді. Қандай да высокий давлениені да сонымен емдеуге болады енді. Барлық нәрсені емдеуге болады. Сондай адамдарды емдейміз енді. Высокий давлениемен келген, одан кейін барып жаңағыдай сахарный диабетпін, ойбай маған мынау болмайды деген адамдарды, жүре алмай келген адамдарды, даже бір немде болды, даже көзі көрмейтін адамға жасағанның өзінде де результат болды. Енді ол қалай болып жатыр, оны мен білмеймін. Шипасы Алладан, біз просто бір кеп отқан, былайша айтқанда орысша айтқанда проводникпіз ғой. Алла беріп қойды адамдардың шипасын, біз соны жіберіп отқан адамдармыз. Түсінікті. Жалпы бағанадан сіз жайлы ақпарат біліп жатырмыз, өзіңіздің аузыңыздан естіп жатырмыз өміріңіз жайлы. Енді бала арай қандай болды екен деген бізде ой келіп отыр. Сіздің балалық шағыңызға саяхат жасасақ, балалық кезіңізде қандай болдыңыз? Өткір, өжет қыз болып өскен сияқтысыз дегенмен өзіңіз айтыңызшы. Қатты ерке қыз болдым. Шын айтайын, қатты. Үйде кенжесіз бе? Жеті ағайынды екенсіздер? Жеті ағайындымыз. Үйдің кенжесі емес, менің алдымда үшеу, менің артымда үшеу, мен центр. Мен тура ортасымын. Мен қатты ерке қыз болдым. Мен әкемнің жекеменшік қызы болдым. Әкем баяғыда марқұм бүйтіп айтатын еді, мыналардың бәрі нағашыларыңды тартқан, сен ғана оригиналсың дейді. Сондықтан түрім бәрі, жүрісім, сөйлесімнің бәрі әкем. Әкеме тартқан. Одан кейін жаңағындай қатты ерке болдым. Қалағанымды кішкентайымнан өзім алып үйрендім. Өйткені бәріне болатын еді, сен кішкентайға кішірейіп қалғанды кие сал деген. Менде ондай нәрсе болмады. Мен бірінші классқа барсам да жаңа дүние алдым. Жаңағындай арасында каникулға келеміз ғой. Сол кезде де жаңа нәрсе киіп баратын едім. Сабаққа да қандай нәрсе болсам да, всегда сондай болдым. Одан кейін мектепте оқып жүрген кезімде де мынандай нәрселер болды. Қателік болды ма балалық шалықпен? Сол кезде әкем менің басымды ешкімнің алдында иген емес. Сол кезде мұғалімдерге айтатын еді, қанатын қағып келатқан баланың ешқашан қанатынан қақпаңдар. Бала қателеседі, мен әкесімін дейді. Маған айтыңдар, мен өзім реттеп алам деп. Ешқандай мұғалім менің бетіме келіп ұрысқан бала емеспін мен. Енді қатты бұзық болдым деп айтайын. Күшті оқыдым. Енді ешкім ұрыспаса, ешкім бетіңізден қақпаса, бұзық болмағанда кім бұзық болады? Қатты күшті оқыдым. Қатты, мықты оқымысты болдым. Бүткіл сабақтан 5 болдым. Жаңағы 3-4 классында президентский елкаға бардым, мен жақсы оқығаным үшін. Көп нәрселер болды. Сондықтан енді әкем өзі білген болу керек менің осындай бір бала болатынымды деп ойлаймын да, ешкімге сөйлетпеді. Ешкімнің алдынан бүйтіп басымды иіп, мен кешірім сұраған бала емеспін бала кезімде. Сол нәрседе шығар осы келатқан нәрсені. Бірақ Ұлы Абай атамыз айтқан ғой, тәрбиесіз білімнен қорық деген. Сіз деген енді ерке болсаңыз, шолжан болсаңыз, тәрбиесіз деп айтпаймын, бірақ ешкімді тыңдамасаңыз, ол білімнің қаншалықты пайдасы болды? Қараңыз, енді андай нәрсе болады. Әкем бізді среда күні, біз интернатта өстік қой, среда күні, суббота күні келеді, бізді как положено біз күтіп алады, сосын біз тамақ ішетін жерге апарады, сосын айтады, сендер мына жерде қашқансыңдар, бұл мектеп уақытында болмайды бұл нәрсе. Өзі тәрбиеледі. Содан кейін жаңағындай кітапханаға барамыз, кітапты аламыз, бәрін кітап алып шығыңдар дейтін, бәрімізге. Бәріміз суретіне қарап алып шығамыз. Сол кезде жинап алатын айтатын, бұл сенің жасың әлі сай емес. Сен ертегі оқисың қазір. Деп осылай өзі тәрбиеледі десем болады. Суббота күні үйге барған кезде де, үйде бізде қалай деп айтсам болады, біз андай көшеге шығып ойнаған балалар емеспіз. Біздің үйде жиналыс болатын. Сол кезде мамам айтатын, бала шағаның миын жедің ғой деп. Сол кезде әкем айтатын, мен кеткеннен кейін миларын жейтін ешкім болмайды дейтін. Қазір миларын жеп алайын деп. Ылғи кешке жақын кітап оқылатын, сол кітапты талдайтын едік, сөйтетін едік. Бірақ көшедегі біреу, мектептегі біреу біздің бетімізге келген жоқ. Сөйтіп өсірді бізді. Шайдан алып отырыңыз, әңгімеңізді айтып жатырсыз бағандан. Айтады ғой, өмірде тек еш нәрсе істемеген адам ғана қателеспейді дейді. Ал сіз жасаған қателіктеріңізден өзіңіз сабақ аласыз ба? Әрине. Мен андай адаммын. Мен кешке жақын отырамын да, бұл менде енді қалай деп айтсам болады, бала кезден қалыптасқан нәрсе ме, или интернатта өскеннен кейін бе, мен кешке жақын отырып, өмірде ең қиын нәрсе өзіңе есеп беру ғой, негізінде. Елге есеп беру ең оңай да, айта бересің, өйткені ешкім білмейді оның ар шетінде не болып жатқанын. Бұл өмірде ең қиын нәрсе өзіңе есеп беру. Қиын болса да, мен кешке жақын отырып, бір уақыт жазамын. Не істедім, не қойдым.
қандай нәрсені былай істедім. Содан кейін барып ол нәрседен андай қатты жүрегім қысылса істемеуге тырысамын да. Сондай адам мен жазамын. Мен обязательно кейде ана столымның үстінде қалып қалады ғой. Жанымдағылар айтады, апам деген жазады екен ғой бір нәрселерді деп түсінбейді да, бірақ жазамын действительно. Барлық нәрседен сабақ алып отыруға тырысамын. Түгел қандай нәрсе болса да, қандай бір жай ғана зат болса да сабақ алып отыруға тырысамын. Кей кезде бір болады ма адам болғаннан кейін бір нәрсеге сағынышпен қарау деген сияқты. Ол қай сәттеріңіз? Сағынышпен қарау ол ең сағыныш ол балалық шақ қой. Әке-шешенің тірі кезі деген сияқты. Мектепте оқыған кездер, сол кездер енді қатты бір сағынышпен қарайтын уақыттарым сол кездер. Қазір жасыңыз нешеде? Қазіргі толық жасым 42. 42 жастасыз, Ал алдағы жоспарыңыз әрине асқар таудай шығар, дегенмен жоспарыңызбен бөлісе отырсаңыз. Жалпы осы массаж әлемін әрмен қарай өсіру, өрбіту, айтып жатсың ғой, әр қазақтың азаматын, азаматшасын емдеу менің міндетім сияқты деп. Бірақ дегенмен оған кейбіреуінің күші келмей жатады. Сіз яғни көп емес, сіз жалғызсыз, бірақ енді шәкірттеріңіз бар. Оның барлығы кейбір сөзбен айтқанда айтады ғой, ақша болса емдеймін, ақша болмаса емделмейсің дейді. Жалпы сіз не дейсіз? Енді қараңыздар, мен оқытқаннан кейін, адамдарды үйреткеннен кейін адамдар біріне бірі бір кішкентай бірдеңкелер ұқсағандықтан келеді. Негізінде жайдан жай адам кездеспейді, одан кейін Құдай жайдан жай еш нәрсені істемейді. Сондықтан мен айтпаймын, что енді бәрі бүйтіп ақшасыз емдеп кетеді деп ше. Негізі ақша ол осы мына 5 күндік жалған дүниенің заңы. Ақшаң болмаса болмайды. Біз например, ойбай деп тегін емдеп кетсек, бізге ешкім бензинді, шайды ешкім тегін бермейтін болғандықтан біз ақша аламыз. Сондықтан енді әрбір адам дегенмен де жүрегіне кішкене түсіріп алмаса деп ойлаймын. Енді әрбір бізден оқып кеткен адамдар жүректеріне түсіріп алмаса, өйткені мен карантинде өзім емдеген кезде мен кімнен ақша алдым, мен кімнен ақша алмадым, мен білмеймін. Фактыча сұрайтын адам жоқ, көмекшілерім жоқ, Каспий болып жазып қоятын еді, оны салама білмейміз. Бірақ кейін күшті емделіп кеткен кезде адамдар өздері келіп айтқандары болды. Сол кезде бір салмай кеткен сияқтымын дегендер болды. Сондықтан мына адамның ақысын жеп қоюы мүмкін енді. Алла адамның ақысын жемейді деген нәрсе бар. Сондықтан енді әрбір адам өзінің бір ішкі ниетінде, ниет деген нәрсе бізге рух кезімізде салынып қойған ғой. Сол нәрсеге қарай жұмыс жасайтын болсақ, енді бәрі жақсы болар еді. Бірақ енді әрбір қаладан ашып, әрбір неден емделушілер болса, енді бәріміз бірдей емеспіз. Әркімнің өзінің ішкі состояниесі бар, дүниесі бар, кім қалай басынан өткізді, сонысына қарай жұмыс істейтін шығар деп ойлаймын мен өзім. Бірақ енді өзіме келетін болсам, бұл массаж әлемін қазір Алматының өзінде 2 орталық аштым. Өйткені бір орталығым адамдар сыймай кетті. 2 оқу орталығымен қазір 3 орталығым бар осы Алматы қаласында. Бірақ дегенмен де мен кейде бүйтіп ойлаймын да, осы орталық жетсе, қалған қалалардан басқа адамдар ашса, мен бір қатты бір ауырып жатқан адамдарды емдесем деп. Кейде мен шыға қалған кезімде эфирге бәрі онкология туралы сұрайды. Біліп алған мен онкологиядан тұрғанымды. Сол кейде ойлаймын, бұл ауру маған бекерден бекер келмеген шығар. Мүмкін бір онкологияны емдейтін бір қабілетім бар шығар мүмкін деген бір ой келеді. Енді сондай бір жоспарым бар. Вдруг бір жақсы бір не келіп жатса, бұл онкологиядан мүмкін қателесіп, мүмкін да мен сияқты қателесіп бір химия алып, бүйтіп жүрген адамдар болса, соларды бір аяқтан тұрғызсам деп бір басқа бір қырдан ашқым келеді енді. Білмейміз енді. Алдағын Алла біледі. Арманыңызға, ниетіңізге жетіңіз. Арай ханым, сіз енді парақшаңызды қараймыз ғой біз, әлеуметтік желі деген бар қазір. Жетім балаларға қол ұшыңызды беріп көмектесіп жүрген жайыңыз бар. Сол жайлы айта кетсеңіз. Ол жерде мынандай бір қызық оқиға болды. Ол жерге баруымның себебі қазақ балалар, мен өзім, например, бұрындары қатты қазақша сөйлегеннен, қалай деп айтсам болады, қиналатын едім да. Өйткені оқымадық, түрік тілін оқып кеттік, нені оқып кеттік, басқа тілде сөйлейтін едім дейінші. Сол түрікше сөйлейтін, кругымда сондай. Түрікше сөйлейді, бәрі ағылшынша сөйлейді, бәрі шетелде оқыған. Бірақ бұл почему-то менің ашылуыма бір күшті нәрсе, бұл менің толық қазақша сөйлеуімнен болды. Мен толық қазақша сөйлеген кезде осылай ашылдым. Ана жетімдер үйіне барған кезімде қазақ балалар орысша сөйлейді. Орысша сөйлейді екен, соны байқап қалдым да. Сол кезде айттым, неге бұл қазақтың балалары орысша сөйлейді? Бұлар деген іштегі нәрселерін аша алмайды. Өйткені өзім осыдан ашылдым ғой деген оймен, сол жерге мен негізінде қазақ тілде кітап берейін деген оймен бардым. Негізінде қазақ тілінде кітап берейін деген оймен бардым, барып қалдым, бала шағаны көрдім. Содан кейін жаңағы сөйлескен кезімде аяқ киім, анау-мынау деген нәрселер болды. Керек бізге осындай деп сөйлестік басшылығымен. Керек нәрсенің бәрін апардым. Өйткені ішіп жем деген нәрсе ішесің, киесің бәрі қалады. Бірақ дегенмен де қазақ тілді кітапты апарып беру болды менің. Кімнің
кітабын бермекші болдым. Отбасы хрестоматиясынан Санжар Керімбайды білесіздер, өңкей біздің салт дәстүр сөйлейді деген. Енді өте керемет кітаптар, Ясауи феномен деген, сол кітаптарды апарып сол балаларға табыстадым. Негізінде бір күн не ол, ішіп жем деген шет қалады. Ана кітап сол миларында қалсыншы дедім. Ана балалардың ішіндегі, и так та жетімдер үйінде жүр, ана ішіндегі потенциалдарын ашсыншы деген ниетпен негізінде кітап беру болған негізінде. Бердіңіз бе? Иә, апарып бердім. Сол жерден кітаптарды бердім. Өйткені мынандай нәрсе жоқ, ана білім деген нәрсе адамның ішіне кіреді, бәрі тұрады да өздеріне керек кезде сәуле болып шашылады ғой. Сөйтіп қазақтың да балалары өздерінің кім екендерін біліп жүрсін дедім. Сол себепті барғам негізі. Әйтпесе бір күн қарындарын тоқтайын демегенмін. Бір күн қарын тоқтауға болады 1000 теңге 2000 теңге беріп, бірақ дегенмен де кітап өмірлік қалсыншы дедім. Бір өмірлерінде санасында қалып, өмірлерінде бір жақсы бағыт ұстап кетсінші деген ниетпен көмектесіп жүрмін. Сіз өзіңізді қазақша дұрыс білмедім дедіңіз ғой. Одан кейін барып қалай болды бұл? Қараңыздар, 86-да келдік, 86-да жаңадан ненің құлап, жаңағыдай тәуелсіздіктің жаңадан келіп атқан кезі, орысша сөйлемесең болмайды. Бізде деген андай магазинге барып нан бер десең бермейді еді орыстар. Біз сондай едік, например, 86-та келген кезде. Дайте хлеб десең береді. Сондай кездер болды. Қазақ мектепте жүрсек те орысша сөйлеп кететін сондай кездер болды. Одан кейін барып спорт школаға бардым дедім ғой. Ол жерде тренердің бәрі орысша. Сен тұрып өзің жаңағы сөзін қазақша сөйлей алмай, сондықтан тіліміз солай күрмелді дейік. Одан кейін барып келіп КТЛ-ға түскен кезімде түркше сөйлеп, ағылшынша сөйлеп бастадық. Сол кезде әкем өмірден өтіп баратқан кезінде дейік, енді ол кезде білмедік, енді әкем аяқ астынан қайтты. Сол кезде айтты, мен Арайға бәленбай тілді үйретемін деп, мен что-то Арайды мәңгүрт жасап қойған сияқтымын деді. Андай араластырып сөйлейтін едік қой, кім алдыңнан шығады сондай. Бірақ әкем всегда айтып отыратын деді. Ауылда қазақша сөйлеңдер. Алматыда орысша ма? Орысша. Ағылшынша қалды ма? Ағылшынша. Мен сендерді сол үшін үйреттім. Бірақ мындай шүлдірлеп жүрмеңдер дейтін еді. Кейін сол ана есейіп, бүткіл нәрсең бір толып неткен кезде өзімнен өзім бір ойландым. Шынымен де неге мен неше түрлі тілде шүлдіреп сөйлеймін деген. Сол нәрсені сұрақты қойғанда, ана іштегі алған білім қазақ тілі атып шықты ғой. Сөйтіп қазақша сөйлеп кеттік. Ал қызыңызды қай тілде оқыттыңыз? Қызым қазақша. Қызым қазақша оқыды, бірақ кейін мен ана нүктелерді зерттеймін, анау-мынау деп жүрген кезімде қызымды Қытайға барып оқытып келдім 15 жасында. Қытайға барып оқыды, одан кейін келіп Қазақстанда оқыды. Енді биыл Турцияға тапсырып жатыр. Турцияда оқып келеді. Одан кейін күйеуге тиетін шығар деп отырмын, жасы келді. Апа болуға дайындалып отырмын дейсіз ғой жалпы? Апа болуға дайындалып отырмыз. Осы эфирді пайдаланып, жалпы өзіңіздің туған туысыңызға, тіптен жолдасыңызға қандай айтатын уәжіңіз бар, айтып қалсаңыз болады? Ешкім, енді бәріне тек қана сәлем жолдағым келеді. Кім қайда жүрсе де, әркім өз таңдауын жасап кеткен адамдарымыз. Сондықтан аман болсын барлығы. Тек қана бір жақсы бір дастарханда, тәтті әңгіменің үстінде тәтті шаймен ғана бөлісіп жүрейік. Ауыртпасын Құдай, денсаулық берсін барлығына, бәле жаладан сақтасын, Алла денсаулығымызды мықты қылсын дейміз. Сізге де сәттілік тілегіміз келеді. Енді Арай айтады ғой, жүзіңізде мейірім шашылып тұрған жансыз. Сіздің өзі жүзіңізге қарап-ақ адам көңілі тояды. Енді өзіңіздің де айтып тұрсыз ғой, көрер жарығыңыз болған екен. Сонша ауруды жеңіп шығыпсыз. Бұл сіздің әңгімеңіз өзге адамға, осы бағдарламаны көріп отырған адамға сабақ болады деген ойдамыз. Демек, Алла қолдаса болғаны барлығын жеңіп шығуға болады екен. Болады, иә. Сондықтан да көріп отырған көрерменге де үміт сыйладық деп ойлаймын. Алла тағала барлықтарына денсаулық берсін. Сіздің бізге келіп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет, жалпы уақытыңызды бөліп. Алдағы уақытта әлі талай жақсы жаңалықтарыңызбен жүздесеміз деп ойлаймыз. Тек қана жақсы күндер көп болсын, амандықпен, денсаулығымыз зор болсын деген тілекпен осы бүгінгі бағдарламаны аяқтағымыз келеді. Бұл менің өмірім. Олай болса, құрметті көрермен, келесі сенбіде аман есен жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын, денсаулығымыз мықты болсын, тек қана күліп жүрейік. Сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ.